Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен түрк ұлтының лахмачун пиццасын дайындайтын боламыз. Бұл итальяндық пиццаға қарағанда өзгешелеу, ешқандай ірімшік, соустар қолданбайды. Дегенмен дәмі өте керемет болып шығады. Олай болса достар, видеоны тамашалап, ұнаса лайк басып, өз ойларыңызды қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдымен бізге жылы су керек. Осы жылы суымызға қант пен ашытқымызды салып, араластырып, бұл біраз көпіргенше қойып қоямыз. Ашытқымыз дайын болғаннан кейін оның үстіне тұзды, сұйық майды және осы дайын болған ашытқыны құйып, осының барлығын жақсылап билеп, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Біздің қамырымыз осылай жұмсақ болып шығады. Енді осының бетін жауып, жылы жерге 1 сағатқа қойып аламыз. Бетіне салмасын дайындайтын боламыз. Дайындап алған тәтті бұрышымызды, қызанақты, пиязды және ащы бұрышты мен блендердің көмегімен соқтайтын боламын. Блендерларыңыз болмаса, оны қолмен өте ұсақтап турасаңыздар болады. Осылай турап дайындап алғаннан кейін тартылған етімізді ыдысымызға салып, үстіне тұзды және туралған көкөністерді салып, жақсылап араластырып аламыз. Үстіне дәмдеуіштерді салатын боламыз. Менде бұл жерде кептірілген паприка мен қара бұрыш, сарымсақ және 1 ас қасық томат пастасын қосамыз. Осылардың барлығын қосып, жақсылап араластырып, соңында ақ желкенді өте ұсақтап турап қосып араластыратын боламыз. Біздің салмамыз дайын, енді қамырымызды алып жая берсек болады. Қамырымыз көтеріліп, дайын болды. Енді оны ыдысынан босатып, бөліктерге бөлетін боламыз. Негізі бұл лахмачунды әркім әрқалай жасайды. Сіздер егерде қаласаңыздар өте үлкен қылып жасасаңыздар да болады. Мен кішірек болғанын ұнатамын, сондықтан да осындай кішкентай көшелерге бөлдім. Дайындап алған көшелерімізді кішкене ұн сеуіп жаятын боламыз. Негізі бұл лахмачун пиццасының қамыры өте жұқа, қытырлақ болады. Сондықтан да қамырды жұқа жаюға тырысыңыздар. Мен жұқа және сопақша қылып жайдым. Міне достар, осылай өте жұқа қылып жайып алғаннан кейін бетіне салмасын жақпас бұрын біз оны пісіретін ыдысымызға салып алып, содан кейін ғана бетіне салмасын жағатын боламыз. Салмасын жұқалап, біркелкі етіп жағып шығатын боламыз. Қамырын жайып дайындап жатқан кезде пешті алдын ала қосып қыздырып алыңыздар. Өте қатты қызып тұрған пеште осы лахмачун пиццаларымызды салып 15-20 минут тестосын шеті қызарғанша пісіріп аламыз. Әркімнің пеші әртүрлі қыздырады, сондықтан да пиццаларыңызды қарап тұрыңыздар. Міне достар, біздің лахмачун пиццамыз дайын болды. Өте жұқа, қытырлақ, дәмді болып шығады. Жасауында еш қиындығы жоқ. Осы пиццаны сіздерге де жасап көруге ұсынамын. Видеоны көріп тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Астарыңыз дәмді, отбасыларыңыз аман болсын.